Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін песочный самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Дәмі өте керемет, тестасы өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісіп отырамын. Ең бірінші самсаның қамырын елейтін боламыз. Мен әдеттегідей термомикспен елейтін боламын. Ал сіздер дәл менің айтқаным бойынша қолмен елесеңіздер де болады. Бірінші термомикске мұздатылған сары майымызды кубиктап турап, майымызды саламыз. Кейін ұнымызды саламыз, 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Өлшеніп алған салқын суымызды құйып, термомикстің қақпағын жауып, 6 жылдамдықта 1,5 минутта илеп береді. Ал қолмен елейтін болсаңыз, ұнға сары майыңызды теркадан өткізіп, жақсылап үгітіп алып, кейін 1 шай қасық тұзыңызды қосып, салқын суыңызды құйып, жақсылап эластичный қамыр елеп алсаңыздар болады. Ал енді иленіп алған қамырымызды термомикстен аламыз, немесе қолмен еленген қамырымызды алып, жақсылап ұн себелеп, оны зуалап алатын боламыз, яғни дөңгелектеп аламыз. Қамырымызды жақсы иін қандырып, пакетке салып, холодильникке 20 минутқа демалдырып қоямыз. Ал енді қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, қамырды 4 бұрышты қылып жайып, қолмен қайта-қайта 3-4 қайтара бүктеп шығыңыздар. Сол кезде қамыр қатпарлы болады. Ал енді қамырымыз ұзынша етіп жасап аламыз. Кейін кескен кезде ішіндегі қатпарларын көретін боласыздар. Яғни қамырды 4 бұрышты қылып алақаныңызбен жаясыздар. Оны қайта бүктейсіз, жаясыз, қайта бүктейсіз, жаясыз. Сол кезде сіздерде қаншалықты көп бүктесеңіздер, дәл осындай қатпарлы самса болады. Ал енді самсаларымызды ұн сеуіп жайып, салмасын салып бүгетін боламыз. Ал егерде қамырыңыз жаюға ыңғайсыз болса, мұздатқышқа 20 минутқа салып қойыңыз. Сол кезде арасындағы сары майы қатайып, кейін жаюға ыңғайлы болады. Ал енді өзімнің жиі қолданып жасайтын самсамның бүгіс әдісін көрсететін боламын. Қамырды бір-біріне жақсылап біріктіріп аласыздар. Кейін алақанға алып, дәл видеодағыдай бас бармағыңызбен шетінен өріп шығасыздар. Самсаларымыздың барлығын бүгіп болғаннан кейін пергамент қағазына орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Қаласаңыз дәл осы самсаларды мұздатқышқа қатыруға болады. Ол үшін тақтайға пакет төсеп, немесе пищевая пленка төсеп, самсаларды орналастырып, мұздатқышқа 3-4 сағаттай қатырып аласыз. Кейін қатқан самсаларыңызды дәл осылай пакетке салып қойсаңыздар болады. Кез келген уақытта алып, пергамент қағазына орналастырып, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аласыздар. Міне бүгінгі біздің песочный самсамыз дайын болды. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, дәмі өте күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал видеоны ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдырып, ең бастысы менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецептермен бөлісемін. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін асықпай қарағандарыңызға рахмет.